Достар, бүгін мен сіздерге өте тез дайындалатын 40 минутта дайын болатын кешкі ас, яғни өте дәмді котлет тауық етінен жұмсақ балаларға өте қатты ұнайтын котлетті жасап көрсетемін. Ол үшін бізге тауық еті, яғни мен филені алып блендердің көмегімен фарш жасап алдым. Сіздер дайын фарш алсаңыздар да болады, немесе мясорубкамен өткізсеңіздер де болады. Осы тауықтың етіне бірден чеснокты, бір осындай үлкен тіс чеснокты қостым, 2 нан, және де бір кеседе, бір көз мөлшерімен жарты кесе, бір кеседе сүтті, жылы сүтті қоссаңыздар болады. Және бір жұмыртқа, өз қалауларыңызша бұрыш, тұздарыңызды қосып, барлығын жақсылап араластырып дайындап аласыздар. Араластырып болғаннан кейін кәдімгі котлеттің формасын дайындап, мен панировочный сухариге аунаттым. Осылай панировочный сухариге аунатсаңыздар, котлеттің түрі әдемі болады. Немесе ұнға аунатсаңыздар да болады. Мінекей котлеттерім дайын. Енді сковородкаға майымды құйып, әбден қызғаннан кейін, жақсылап қызғаннан кейін, орташа отта әр қайсысын котлеттің әр бетін 10-15 минут қызарғанша пісіріп аласыздар орташа отта. Мінекей котлеттерім дайын. Қыздар, өте тез және де өте дәмді балаларға жұмсақ, сочный котлет шығатын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Бұл котлетке чеснок қосылғандықтан бір ерекше дәмі бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер.